18 күн ақша жинап өзіңді дамыту. Бұл күн қаржы мен жеке дамудың байланысын түсіну күні. Көп адам ақша тек қажеттілік деп ойлайды, бірақ дұрыс қолданған жағдайда ол өзіңді дамытуға, білім алуға, рухани және физикалық өсуге қызмет етеді. Кеше жасаған қателіктеріңді ойламай, бүгінгі күнге назар аудару қажет. Ақша жинау тек ақша үшін емес, өз мақсаттарына инвестиция жасау үшін. Кітапқа, курстарға, пайдалы тәжірибелерге жұмсау ең тиімді инвестиция. Өзіңе мына сұрақты қой. Мен өзімді дамыту үшін бүгін қандай қадам жасай аламын? Ақшамды қалай тиімді қолданамын? Ақша жинау тек жинау емес. Бұл ұйымшылдық, мақсатқа бағдар, төзімділік. Бірнеше қарапайым ереже. Бірінші, күн сайын аз да болса жина. Екінші, шағын мақсаттар қой, мысалы кітап сатып алу, онлайн курсқа тіркелу. Үшінші, шығынды бақыла, қажетсіз нәрсеге жұмсама. Төртінші, білімге және дамуға жұмса. Ақша тек құрал. Бірақ оны дұрыс пайдалану сенің өміріңді өзгертеді. Бүгінгі жинағаның ертеңгі білімге, рухани дамуға, күш пен сенімге айналады. Алла әр адамға ризық береді. Бастысы оны дұрыс бағытта жұмсау. 18 күн ақша жинап, өзіңді дамыту. Бұл күн қаржы мен жеке дамудың байланысын түсіну күні. Көп адам ақша тек қажеттілік деп ойлайды, бірақ дұрыс қолданған жағдайда ол өзіңді дамытуға, білім алуға, рухани және физикалық өсуге қызмет етеді. Кеше жасаған қателіктеріңді ойламай, бүгінгі күнге назар аудару қажет. Ақша жинау тек ақша үшін емес, өз мақсаттарына инвестиция жасау үшін. Кітапқа, курстарға, пайдалы тәжірибелерге жұмсау ең тиімді инвестиция. 18 күні өзіңе мына сұрақты қой. Мен өзімді дамыту үшін бүгін қандай қадам жасай аламын? Ақшамды қалай тиімді қолданамын? Ақша жинау тек жинау емес. Бұл ұйымшылдық, мақсатқа бағдар, төзімділік. Бірнеше қарапайым ереже. Бір күн сайын аз да болса жина. Екі, шағын мақсаттар қой, мысалы кітап сатып алу, онлайн курсқа тіркелу. Үш, шығынды бақыла, қажетсіз нәрсеге жұмсама. Төрт, білімге және дамуға жұмса. Ақша тек құрал. Бірақ оны дұрыс пайдалану сенің өміріңді өзгертеді. Бүгінгі жинағаның ертеңгі білімге, рухани дамуға, күш пен сенімге айналады. Алла әр адамға ризық береді. Бастысы оны дұрыс бағытта жұмсау. 18 күннің тапсырмасы 100 немесе 500 теңге болса да күн сайын жина. Ақша жинау жоспарын қағазға жаз. Кітапқа немесе курсқа жұмсауды жоспарла. Өзіңнің дамуың үшін нақты мақсат қой. Достар, тіркеліп өз ойыңды комментарийге жаз. Бірге дамып, пайдалы контенттен үлес ал.